Сәлем! Бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы менің бір күнім. Бүгін біз осы сөздерді үйренеміз. Таңертең, түсте, кешке, түнде. Сағат неше болды? Сағат 8 болды. Түскі сағат 12 болды. Кешкі сағат 5 болды. Түнгі сағат 11 болды. Сағат 8-ге 15 минут қалды. Таңертең ояну. Сағат 8-ден 15 минут кетті. Таңғы ас ішу. Сағат 8:30. Сабаққа бару. Сағат 1-ден 15 минут кетті. Түскі ас ішу. Сағат 7:30. Кешкі ас ішу. Тапсырма. Сағат неше болды? Өзіңді тексер. Сағат 10-ға 20 минут қалды. Келесі. Сағат неше болды? Өзіңді тексер. Сағат 5-тен 10 минут кетті. Тапсырма. Сағат неше болды? Сағат 3:30. Тапсырма. Сағат неше болды? Өзіңді тексер. Сағат 11-ден 5 кетті. Тапсырма. Суреттер мен мәтіндерді сәйкестендір. Жарайсың, өзіңді тексер. Бірінші суретте сағат 4 болды. Екінші суретте сағат 8:30 болды. Үшінші суретте сағат 11-ге 15 минут қалды. Төртінші суретте сағат 7-ден 15 минут кетті. Есіңде сақта. Ешқашан. Кейде. Жиі. Әдетте. Әрқашан. Мысалы, Мақсат әрқашан университетке барады. Жанар жиі кітап оқиды. Мен кейде кітапханаға барамын. Келесі тапсырма. Сандар мен сөздерді сәйкестендір. Тексер. Әдетте, әрқашан, ешқашан, жиі, және соңғы кейде. Сонымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сау бол!